Сәлеметсіздер ме? Мен Нұршашу балабақшасының тәрбиешісі Сапарбай Жанна Жанабай қызымын. Сіздердің назарларыңызға экостандарт жасыл технологияға алғашқы қадамдар республика байқауына ұсынатын табиғат тіршіліктің бастауы атты табиғат бұрышымды ұсынамын. Бұл табиғат бұрышы балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру мақсатында жасалды. Бұрыштың негізгі идеясы табиғатты сүюге, қорғауға және күтіп баптауға үйрету. Ортасында орналасқан ағаш өмірдің, өсудің және табиғаттың символы. Ол балалардың назарын бірден өзіне аударады. Мұнда бірнеше бөлме өсімдіктері орналасқан. Атап айтқанда, бірінші гүліміз спатифилум, әйел бақыты гүлі, ауаны тазартуға көмектеседі және жартылай көлеңкеде жақсы өседі. Екінші гүліміз ер бақыты гүлі, әдемі қызыл гүлдерімен ерекшеленеді және жарық орынды ұнатады. Үшінші гүліміз фикус гүлі, бөлме ауасын жақсартып, интерьерге ерекше көрік береді. Күтімі аптасына бір рет суару жеткілікті. Төртінші хлорофитум гүлі, ауаны тазартатын ең пайдалы өсімдіктердің бірі. Суару уақыты аптасына 2 рет. Бесінші гүліміз традискансия, ерекшелігі жапырақтары ұзын, жарық жерде жақсы өседі. Алтыншы гүліміз федилантус, ала жапырақты гүл, жарық жерде жақсы көреді. Суару уақытысы топырағы құрғағанда. Бұл туралы қызық дерек сүтті шырын бөлетін өсімдік. Жетінші гүліміз доллар гүлі, жапырағы қалың, жылтыр, ылғалды көп сақтайды. Жарықта көлеңке жерде де жақсы өседі. Балалар күн сайын гүлдерді бақылап, суарып, жапырақтарын сүртіп, күтіп баптауға қатысады. Осы арқылы еңбекқорлыққа, жауапкершілікке және табиғатты аялауға тәрбиеленеді. Табиғат бұрышында маусымдық бақылаулар, тәжірибелер, экологиялық ойындар және танымдық әңгімелер өткізіледі. Бұл жұмыс балалардың зерттеушілік қабілеттерін дамытуға мүмкіндік береді. Балалар табиғат бұрышында тек гүлдерді тамашалап қана қоймай, олар өсімдіктерге күтім жасауды үйренеді. Гүлдерді уақытында суарады, жапырақтарын сүртеді, құрғақ жапырақтарын алып тастайды. Осы арқылы балалар жауапкершілік, қамқорлық және еңбекке деген сүйіспеншілік қалыптасады. Балаларға әр өсімдіктің күтімі әртүрлі болатынын түсіндіремін. Кейбір гүлдер күн сәулесін жақсы көреді, ал кейбірі көлеңкеде жақсы өседі. Кейбірін аптасына 1 рет суару жеткілікті болса, енді біреулеріне ылғал көбірек қажет. Осылайша балалар табиғатты бақылап, салыстырып қорытынды жасауға үйренеді. Бұл табиғат бұрышын жасауға ата-аналар да белсенді қатысты. Әр отбасы бөлме гүлдерін әкеліп, табиғат бұрышын толтыруға өз үлестерін қосты. Осындай бірлескен жұмыс арқылы бала, ата-ана және тәрбиеші арасындағы байланыс нығая түсті. Біздің мақсатымыз табиғатты сүйетін, қоршаған ортаны қорғайтын, экологиялық мәдениеті жоғары ұрпақ тәрбиелеу. Табиғатқа деген сүйіспеншілік кішкентай қадамнан басталады. Әрбір отырғызылған гүл болашаққа жасалған қамқорлық. Табиғат бұрышы жай ғана безендірілген орын емес, бұл балалардың зерттеп, бақылап, еңбектеніп, табиғатпен етене жақын араласатын шағын экологиялық орталығы. Осындай жұмыстар арқылы біз табиғатты сүйетін, экологиялық мәдениеті қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеуге өз үлесімізді қосамыз. Назарларыңызға рахмет.